аға. Сәлеметсіз бе? Сіз зрениені емдепсіз, ЛР. Сізде Иә. қандай диагноз болды? Соны айтып жіберіңізші. Мен- Сосын не іштіңіз? Мен 2014 жылы маған көзіме операция жасаған. 15 Өскеменде. Содан кейін 15 жылы осы жаққа көшіп келдім. Онда мен водитель болып істедім автобуста. Ол кісілер айтты маған, мына сол көзіңіз өсіп, полностью өсіп тұр, операция жасату керек деп. Өскеменде жасаттым. Ал екінші көзімді кейін жасаймыз, әлі до конца өсіп біткен жоқ деді. Мен оған қараған жоқпын, келесі жылы көшіп кеттім. Осы жаққа келгеннен кейін ауырдым. Больницаға бардым. Давлениемді көп болды, 160-қа көтеріліп кетті. Полсы кишкам ауырды, көзім, асқазаным, бәрі ауырды мен. Содан кейін сөйтіп жүргенде 2019-да осы ЛР компаниясына кірдік. Содан осы продукциясын іштім, осы ЛР-дің. Не іштіңіз? Бұнда ішкенде ең бірінші очищение дейді, персик, пробаланс, файбербус дейді. Осын іштім. Очистка керек деді. Осын іштім міне. Осын ішкен кезде уже улучшение басталды. Бұрын көзім алдында бірдеңе жүрген құсап, көзім дұрыс ашылмай, ұйқыған құсап, және түнде ұйықтағанда дұрыс ұйықтап тұрам ғой. Таңертең тұрғанда ұйқым қанбай, ұйықтамаған кісі құсап тұрам. Слабость. Ал енді мынаны ішкеннен кейін керемет болды. Ұйықтап тұрам, бодрый болып тұрам, жақсы. Омега или мед қайсысын? Жоқ, мынаны осы іштім. Сол жақсы бола бастағаннан кейін басқаларын қоса бастадым. Одан кейін Про-12 іштім, файбербустағы езіп іштім. Содан кейін Северада іштім. Енді ақырын басқа продукцияларды қоса мен Про-12 іштім. Бұдан кейін противораковый деген бар. Соны да іштім. Бәрін іштім. Енді қазір грипреші деймін, иә. Сіз қанша уақыттан кейін уже почувствовали? Көзім жақсы. Жақсарып жатқан. Уже бір 15-20 күнде уже ана өзіңді тыңдасаң, адам өзін өзі тыңдау керек. Сонда білінеді. Сол білініп жақсы бола бастады. Ұйқымда қанып, жақсы бодрый болып. Сізде осы диагноз тұқымда бар ма, әлде приобретенный? Көз тұқымда болды ма? Жоқ, көзім тұқымда жоқ. Приобретенный. Жоқ, менің әкем болды. Әкем 73-ке келіп қайтыс болды. Ол кісі 60-қа келгеннен кейін көзі көрмей бүйтіп әрең қарайтын. Мен қазір міне түнде де жүре беремін машинамен. Қазір очки кимейсіз? Очки кимеймін. Линз кимейсіз? Жоқ, көзім түнде де жақсы көреді. Міне, жақсы. Сонымен інім көзі дұрыс көрмейді да? Керемет. Соған мен ағама жіберейін деп. Жіберіңіз. Бәріңізге жіберемін осы видеоны. Маған да жіберіңіз. Сізге де жіберемін. Иә. Міне содан жақсы болды, мен зрением де жақсы. Соны айтпақшы, мына көзімдегі соны ішкеннен кейін мына көзімдегі белмау кетіп қалды. Өзіне өзі кетіп қалды? Иә, кетіп қалды. Мен тап-таза, мен сол көзіме операция жасаған, мына көзімде. Еще мына операция жасаған көзімде мына жақсы көреді. Сенесіз бе? Сенем. Ал сіз осының бәрін емдеп жатқаныңызға қанша уақыт болды? Так, мен 2019-дан барып ішемін. Содан бастадым. 6 жыл деп қалдым. Қазір для профилактики просто? Еш отырам, бәрі ішіп отырам. Рахмет сізге. Жақсы, керемет. Сұхбатыңыз үшін.